Сәлем достар, сіздермен өте әдемі болып шығатын сәбізден жасалатын рулеттің рецептісімен бөлісемін. Алдымен мен каналыма тіркеліп қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Құрамын төменде қалдыра кетемін. 4 дана сәбізді алып жақсылап теркадан өткіземіз. Сосын қызып тұрған табамызға сұйық май, сливочное маслоны құйып қыздырамыз. Ертіп болғаннан кейін теркадан өткізілген сәбізімізді үстіне салып жақсылап қуырып аламыз. Яғни бұл жұмсақ болу үшін 4-5 минуттай араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін дайын болған сәбізімізді бөлек ыдысқа салып дайындаймыз, суы үшін. Сосын барып 3 жұмыртқаны ағы мен сарысына бөліп аламыз. Сәбіздің үстіне 1 шай қасық тұзымызды және де жұмыртқаның сарысын қосып, осы кезде жақсылап араластырып шығамыз. Енді белокты миксердің көмегімен 10-15 минуттай араластырамыз, биік көтерілуі үшін. Осындай болады. Сосын үстінен тағы да араластырамыз, тағы да көтерілуі үшін. Енді кезекте осы белокты сәбіздің үстіне 3-4 бөліп салып араластырып шығамыз. Міндетті түрде қатты баспаңыздар. Көтерілу керек. Міне осындай менде қою масса шықты. Оны духовкаға саламыз. Алдымен пергамент қағазына дайын массаны салып, жан-жағына жайғастырып шығамыз. Біркелкі болуы үшін. Және духовкада 180 градуста 25-30 минутта пісу керек. Салмасына мен кез келген сырды алып, теркамен ұсаттым. Сосын чеснокты ұсақтап турап шығамыз. 2 штук чеснок шықты менде. Тураған соң оны сырдың бетіне саламыз. Енді кезекте укропты жақсылап жуып алып, оны да ұсақтап турап шығамыз. Ұсақтап турап болғаннан кейін сырдың үстіне саламыз. Және де қалауларыңызға байланысты майонез қоссаңыздар болады. Жақсылап барлығын араластырамыз. Дайын болған сәбіздің коржын алып суытамыз. Астына міндетті түрде пищевой пленка қойыңыздар. Енді начинкасын саламыз. Жан-жаққа жақсылап жаямыз. Орағанда әдемі болып тұру үшін. Сосын барып оларды ораймыз. Міндетті түрде пищевой пленкамен ораларыңыз қажет. Әйтпесе сіздерде жақсы оралмайтын болады. Мен секілді шетінен жинап алып, пищевой пленкамен орап шығыңыздар. Орап болғаннан кейін сыртын пищевой пленкамен қаптаймыз да, холодильникке 2-3 сағат немесе 1 түнге қойып қойсаңыздар болады. Екі жағынан буып қойып қойдым. Міне менде дайын болған түрі осы. Пищевой пленкадан алып шығамыз да, қалауыңызға байланысты турап, закуска ретінде қонаққа да, өзіңіздің отбасыңызға да ылғи жасап берсеңіз болады. Бір жасағанда әдемі әрі дәмді болып шығады. Менің рецептім бойынша жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Жұлдыз.